Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Қазіргі уақытта елімізде несие алмаған адам жоқтың қасы. Несиені уақытынан бұрын жауып, қарыздан құтылудың қандай амалдары бар? Turkistan.kz назарларыңызға қаржылық сарапшылар ұсынатын кеңестерді ұсынады. Біріншіден, шығынды есептеңіз. Ең алдымен кіріс пен шығындарды жазып отыратын есеп кітапша болсын. Бұл қандай да нәрседен үнем жасауға болатын, үнемделген ақшаны несиеге жұмсауға болатынын түсіндіреді. Бастысы төлем кестесін жасап, кестеден кешікпей несиені төлеуге талпыну керек. Екінші, несие бойынша төлемді 10%-ға арттыру. Қазір бір адамның басына бірнеше несие бар. Мысалы, ипотека, автокөлік сатып алу, пәтерді жөндеу жұмыстарын алған несие, айта берсем көп. Мұндайда кішіден үлкенге дейін ұмтылсаңыз, жағдай біраз жеңілдейді. Алдымен төлемі аз несиенің ай сайынғы сомасын арттырыңыз, оны бірнеше айға жаба тұрыңыз. Содан кейін, мысалы, автокөлік үшін алынған несиеге кететін қаражатты екінші бір несиені жабуға жұмсайсыз, және оның үстіне 10%-ды қосамыз. Осылайша қарызды 2-3 есе жылдам жабуға болады. Үшінші, бір басында бірнеше несиесі бар адамдар пайыздық мөлшерлемесі ең жоғары қарызды жауып тастауды қолға алған жөн. Мұндай несиені жауып тастау артық төлем құнын төмендетеді, ал үнемделген ақшаны екінші бір қарызды жабуға жұмсауға болады. Бастысы екі жақты төлем жасаймын деп несие мерзімін өткізіп алмау керек. Төртінші, банктер қуана-қуана ұсынатын тағы бір қызмет түрі несиені қайта қаржыландыру. Алғашқы несиені жабу үшін жаңасын рәсімдеуде пайыздық мөлшерлемесінің төмен болуына жіті назар аударыңыз. Бірақ кішігірім несиені өтеу үшін ірі көлемде қарыз алудың қажеті жоқ. Бесінші, төлем аяқталғаннан кейін банктен ешқандай қарызыңыз жоқтығын растайтын анықтаманы міндетті түрде алыңыз. Кейде банктерге тіпті 1 тиын қарыз болып қалсаңыз, оның үстіне пайыз қосады. Банктың комиссиясы қосылып, сізді қарызға батырып қояды. Сондықтан осы анықтаманы алуды ұмытпаңыз.